Сәлеметсіз бе, құрметті қолданушылар. Бұл бейнеде біздің жасанды интеллект аватары күнделік.kz сайтына кіруді өз бетінше қалпына келтіру жолын көрсетеміз. Тіркелуге кіруді қалпына келтіру үшін негізгі кіру бетіндегі қатынасты қалпына келтіріңіз, түймесін басыңыз. Жүйеден логинді енгізіңіз, содан кейін суреттегі сандарды енгізіңіз. Бұдан әрі түймесін басыңыз. Тіркелгі параметрлерінде көрсетілген поштаға кіруді қалпына келтіру туралы нұсқаулық жіберілгені туралы хабарлама шығады. Электрондық поштаға кіріп, соңғы хатты ашыңыз. Хатты сілтеме болады. Оған өтіп, сіз автоматты түрде кіруді қалпына келтіру бетін ашасыз. Бұл бетте жаңа тұрақты құпия сөзді ойлап тауып енгізіңіз. Келесі батырмасын басыңыз, содан кейін сайтқа өту батырмасын басыңыз. Бәрі дайын, кіру қалпына келтірілді. Құпия сөзді жасау кезінде осы ережелерді ескеруіңізді сұраймыз. Құпия сөз латын әріппен жазылған болуы керек. Жаңа құпия сөз ескі құпия сөзбен бірдей болмауы керек. Сондай-ақ кіші және үлкен әріптерді қосуды және сандар мен қосымша таңбаларды қолдануды ұсынамыз. Егер сіз күнделік.kz-ге кіруді өз бетіңізше қалпына келтіре алмасаңыз, қолдау қызметіне хабарласып, кіруді қалпына келтіру қажеттілігі туралы хабарлай аласыз. Назар аударғаныңыз үшін рахмет, құрметті пайдаланушылар.